Трек-кодты қалай аламыз және жолдағы затымызды қалай бақылап отырамыз көрсетемін. Мына біріншісін басасыз, мына грузовикке сіз төлем жасаған бойда осы грузовикке өткенде трек-код беріледі. Сразу соны алып карго сайтқа тіркеуіңіз керек. Мен тіркеп қойғанмын, мен уже жетіп қойған. Сіздер үшін көрсететін боламын трек-код деген не екенін. Осы уже жетті деген заттарымды алам. Уже барлығы менікі Қазақстанға, Алматыға жетіп қалған. Жартысы қалама өз филиалыма кеп қалды. Осылай кез келген заказ берген затыңызды басасыз. Осылай біреуін таңдап, үстінен қарағанда міне мынау трек-код болады. Әр заттың трек-коды жеке-жеке әртүрлі болады. Оны қалай копировать етіп аламыз? Мына жанындағы тұрғанды басқан кезде скопировать етіледі. Оны аламыз да. Карго сайтын главный экранға шығарып қойыңыздар дегенмін. Кіресіздер, выход деп регистрация жасағансыздар. Мына плюсикті жоғары жағында бассаңыз, трек-код сұрайды. Осы жерге алып келеміз, жаңағы вставить етеміз де не зат екенін жазамыз. Мысалы, куртка болса куртка, сумка, аяқ киім деген сияқты. Әр затта жеке-жеке өзінің трек-коды болады. Барлығына қоюға болмайды. Бір затқа бір трек-код беріледі. Каждый затты солай жеке-жеке тіркеуіңіз керек. Сағаттан өткен бойда. Әр заттың трек-кодын карго сайтына тіркеу міндетті, айтпесе олар каргодағылар да білмейді, өзіңіз де білмейсіз затыңыз қайда жеткенін. Мына өте күшті отслежка, барлығын қарап көріп отырасыз. Мысалға, алғашында енгізген кезде серый жанып тұрады. Қытайда Қазақстан адресіне жеткен кезде сары жанатын болады, Алматыға жеткенде жасыл жанады, өз филиалыңызға, қалаңызға жеткенде фиолетовый күлгін жанатын болады. Алып кетіңіз деп звондап жатыр, кейде жанбай жатып, заттарымыз келіп қалады. Менде өткен жолғыда 2-7-де келген, негізі 1-7-де 4-5 күнде Алматыға келіп жатыр. Барлығын дұрыс жасасаңыз, сканерден де, сортировкадан да жылдам өтіп, 10 күнге жетпестен қолыңызға жетеді.